Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жасанды интеллект арқылы дауысты жазуды көрсетемін. Аз ғана минуттың ішінде дауысты жасанды интеллект арқылы қалай жазамыз? Бірінші мынандай сайтқа кіреміз. Мен сілтемесін қалдырамын астына. Сілтемені көшірмесін Google-ға саламын. Алдымыздан мынандай жасанды интеллектінің дауыс жазатын сайт ашылды. Мына бір батырманы бассақ, көптеген тіл шығады алдымыздан. Бірақ та біз Қазақстан деген батырманы басамыз. Содан кейін мына жерде Дәулет және Айгүл, яғни ер адамның және Айгүл есімді қыздың дауыс жазу үлгісі ұсынылады. Біз Дәулеттің таңдайық. Алдын ала дайындап қойғанына табиғат туралы шағын мәтін бар. Сол мәтінді текст деп тұрған жерге, яғни мәтін деп тұрған жерге көшіріп қоямын. Айта кетейік, бұл жерге тек қана 300 сөз сияды. Мен 255 сөз жаздым. Енді мына бір генератор аудионы бас деген батырманы басамыз. Міне бірер секундта дайын болды. Енді тыңдап көрейік. Табиғат біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Ағаштар, бау-бақша, өзендер мен аңдар бәрі де табиғаттың бөлшектері. Қорықтар мен саябақтарды сақтап, жан-жануарларға қамқор болсақ, табиғат әдемі және таза болып қалады. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Бізге Дәулет есімді азамат берілген мәтінді оқып берді. Ары қарай 3 нүктені басамыз. Жүктеу батырмасын басқан кезде бізге жүктеліп қалды. Қазір ашып көрейік. Табиғат біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Ағаштар, бау-бақша, өзендер мен аңдар бәрі де табиғаттың бөлшектері. Қорықтар мен саябақтарды сақтап, жан-жануарларға қамқор болсақ, табиғат әдемі және таза болып қалады. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Міне достар, бар жоғы бір минутта жасанды интеллекті бізге дауысымызды жазып берді. Бұл әрине мұғалімнің кез келген тұлғаның жұмысын жеңілдетеді. Енді сайтқа оралып, қайтадан біз осы мәтінді Айгүл есімді қыздың дауысымен жазып көрейік. Мына батырманы басамыз қайта оралу үшін. Қарап тұрсаңыздар, English'те ағылшын тіл таңдалып тұр. Біз Қазақстан деген тіл таңдаймыз. Мына жерде Қазақстан себебі біздің мәтін қазақ тілінде. Алдын ала дайындалған мәтінімізді табиғат туралы көшіреміз сайтқа. Мына жерде мәтін деген жерге қоямыз. Енді төмен түссек, бізде Дәулет емес, Айгүл деп таңдап көрейік. Қыздың дауысы. Енді генератор аудио деген батырманы басамыз. Тағы бір ескерте кететін мәселе, айтып өттіге 300 сөз қана сияды. Егер де сіздерде көлемді мәтін болса, ол мәтінді бірнеше бөлікке бөліп, осылай жеке-жеке бөлшектеп жазып алуға болады. Артынан монтаж жасаған кезде сол аудиоларды біріктіріп, құрастырып алуға мүмкіндік бар. Айгүлдің дауысымен мәтінімізді оқып көрейік. Генератор аудио. Дайындалып жатыр. Дайын болды сәтте. Тыңдап көрейік. Табиғат біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Ағаштар, бау-бақша, өзендер мен аңдар, қорықтар мен саябақтарды сақтап, жан-жануарларға қамқор болсақ, табиғат әдемі және таза болып қалады. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Енді бұл дауысты жүктеп аламыз. 3 нүкте тұрады жанында. Жүктеу белгісін басамыз. Басқан кезде әп сәтте жүктеліп қалады. Міне достар, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер кез келген уақытта осылай жасанды интеллектінің көмегімен кез келген мәтінді
аудиоға айналдыра аласыздар. Енді жаңағы Айгүлдің оққан мәтінін тыңдап көрейік. Біз мұны Айгүл деп сақтадық, енді Айгүлдің оққан мәтінін тыңдайық қалай шықты екен. Табиғат біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Ағаштар, бау-бақша, өзендер мен аңдар. Қорықтар мен саябақтарды сақтап, жан-жануарларға қамқор болсақ, табиғат әдемі және таза болып қалады. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Міне достар, біз жасанды интеллект арқылы Дәулет пен Айгүлдің дауысы арқылы мәтінді аудиоға айналдырдық. Енді осы аудионы өздеріңіздің қалаған бейнероликтеріңізге салып, монтаждап, жасап алуға болады. Сіздерге осы сайттың сілтемесін қалдырамын. Тегін сайт, өте жеңіл және кез келген адамға, кез келген мұғалімге, кез келген жеке тұлғаға өте пайдалы. Сіздердің кәделеріңізге жараса өте қуаныштымын.